Достар, сәлем, сіздермен Назгүл. Бүгін керемет дәмді және тез дайындалатын салаттың рецебімен бөлісетін боламын. Ал сіз каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Бір көк алманы жуып тазалап, сыртын аршып тураймыз. Бір шалқанды алып, сыртын аршып, оны да тураймыз. 2 сәбіз аршып, оны да тураймыз. 2 қызылшан алып, аршып, оны да ұзындау ғып тураймыз. Көкөністің бәрін турап болғаннан кейін бір ыдысқа жинаймыз. Салатымызды араластыру үшін соус дайындаймыз. Ол үшін 2 ас қасық сұйық май, 1 ас қасық 6% алма қышқылы мен 1 ас қасық балды қосып араластырып, салатымыздың үстінен құямыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін жарты сағатқа тоңазытқышқа саламыз. Салатымыз дайын, үстінен күнжіт сеуіп әрлеуге болады.